Барлықтарыңа сәлем. Бұл математика нөлден бастап курсы 9-шы сабақ. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Өткен сабақта біз бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді қарастырдық. Бүгін айнымалысы модуль таңбасының ішінде болса қарастырамыз. Бірінші модуль дегеніміз не? Санның модулі дегеніміз координаталық түзу бойындағы санды кескіндейтін нүктенің санақ басынан, яғни O нүктесінен бірлік кесінді есебімен қашықтығы. Яғни бұл бізде модульдің анықтамасы. Модуль дегеніміз қашықтық. Машина артқа 100 метр жүрді дедік. Бұл бізде, яғни машина минус 100 метр жүрді деп айтпаймыз ғой. Машина артқа 100 метр жүрді дейміз. Модуль осындай қашықтықты есептейді. Яғни модульдің ішінен шыққан сан, ол бізде әрдайым оң сан. Бірінші мысалға назар аударсақ, модульдің ішінде минус 4 тұр, одан 4 шыққан. Модульдің ішінде 3 тұр, одан 3 шыққан. Яғни модульдің ішінде қандай таңбалы сан тұрса да, одан плюс таңбалы сан шығады. Ендеше модульдің қасиеттерін қарастырайық. Бірінші қасиеті модульден шыққан сан оң сан, яғни 0-дан үлкен немесе 0-ға тең. Екінші қасиеті модульдің ішіндегі теріс сан мен модульдің ішіндегі оң сан екеуінен де оң сан шығады, сондықтан екеуі бір-біріне тең. Мысалы, модульдің ішіндегі минус 4 пен модульдің ішіндегі 4 екеуі бір-біріне тең. Минус 4 модуль ішінде минус 4 ол 4-ке тең, модульдің ішінде 4 ол да 4-ке тең, екеуі бір-біріне тең. Үшінші қасиеті бізде модульдің ішінде екі сан көбейтіліп тұрса, онда ол әрқайсысының модульдерінің көбейтіндісіне тең. Мысалы, модульдің ішінде 2 көбейту 3 бұл дегеніміз модуль 2 көбейту модуль 3 екеуінің көбейтіндісіне тең. Модульдің ішінде 2-ден 2 шығады, модульдің ішінде 3-тен 3 шығады, сонда 6. Немесе модульдің ішінде минус 2 көбейту 3. Бұны әрқайсысын жеке-жеке модульға алсақ, модуль ішінде минус 2 көбейту модуль ішінде 3 тең. Модуль ішінде минус 2 бізде 2 болып шығады, модуль ішінде 3 болып бізде 3 болып шығады, сонда 2 көбейту 3 тең 6. Қасиет ол бізде бөлшекке қатысты А бөлу Б модульдің ішінде болса, ол алымында тұрған А-ға, бөлімінде тұрған Б-ға жеке-жеке қатысты. Мысалы, модульдің ішінде минус 2 бөлу 3, ол бізде минус 2 жеке, минус 3 жеке модульге алып жазамыз. Сол кезде минус 2-ден 2 шығады, 3-тен 3 шығады, сол кезде 2 бөлу 3 қалады. Немесе теріс таңбалы сан бөлімде тұрса, 2 бөлу минус 3. Дәл жаңағыдай жеке-жеке модульға алсақ, модуль 2 бөлінген модульдің ішіне минус 3. 2-ден 2 шығады, минус 3-тен 3 шығады, сол кезде 2 бөлу 3 қалады. Бесінші қасиет, модульдің сыртында квадрат тұрса, бірінші санды модульдан шығарамыз, содан кейін санды квадраттаймыз. Мысалы, модульдің ішінде минус 2, сыртында квадрат. Бірінші минус 2-ден 2 шығады, 2-нің квадраты ол бізде 4-ке тең. Немесе модульдің екені түсінікті болса, келесі бізде айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Айнымалы дегеніміз x сегізеді, кез келген әріппен белгіленеді. Ол деген белгісіз деген сөз, иә. Осы жерде мысалда көрсетілген модульдің ішінде x немесе x минус 4, модульдің ішінде 2x плюс 3, модульдің ішінде осы сынды теңдеулерді біз айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп атаймыз. Ендеше осындай теңдеулерді қалай шығарамыз? Ең бірінші бұл қарапайым түрі модульдің ішінде x тең 5. Модульдің ішіндегі санды біз оң сан деп және теріс сан деп екі жағдай арқылы шығарамыз. Модульді жақша ретінде алып, бірінші плюс таңбамен, одан кейін минус таңбамен шығарамыз. Сол кезде бізде модульдің алдында таңба x тең 5 болады, ал минуспен шыққан кезде минус x тең 5, x тең минус 5. Келесі бізде модульдің ішінде x минус 3 тең 4. Бұндай теңдеуді қалай шығарамыз? Модульді жақша ретінде қарастырып, жақшаны плюс және минус таңбасымен ашамыз. Бірінші плюс таңбасымен ашсақ, x минус 3 тең 4. Екінші минус таңбасымен минус, жақшаның ішінде x минус 3 тең 4. Енді бірінші теңдеуді шығарайық. x минус 3 тең 4. x тең 4 плюс 3, x тең 7. Екінші теңдеуді шығарсақ, жақшаны ашсақ, минус x плюс 3 тең 4, минус x тең 4 минус 3, x тең минус x тең 1, x тең минус 1. Яғни біздің теңдеуіміздің екі шешімі бар. Енді осыны бастапқы теңдеуімізге қойып тексеріп көрейік. Бірінші теңдеудің мәні 7, осыны қойып көрейік. 7 минус 3 модульдің ішінде тең 4 бұл орындалып тұр. Екінші бізде минус 1 минус 3 модульдің ішінде, ол бізде модульдің ішінде минус 4, минус 4-тен 4 шығады, орындалып тұр. Келесі теңдеу бізде модульдің ішінде 5x плюс 1 тең минус 6. Модульді жақша ретінде алып, плюспен және минуспен ашсақ, жақшаның ішінде 5x плюс 1 тең минус 6. Екінші минус жақшаның ішінде 5x плюс 1 тең минус 6.
Endi birinchi tenga chiqarsak 5x plus 1 teng minus 6, 5x teng minus 6 minus 1, 5x teng minus 7, x teng minus 7 bölü 5. Kelesi tenga chiqarsak, minus bilan жақшаны ашсақ, minus 5x minus 1 teng minus 6, minus 5x teng minus 6 plus 1, minus 5x teng minus 5, 5x teng 5, x teng 1. Егер де бұл теңдеуді былай шығарсаңдар, онда сендер теңдеуді қате шығардыңдар. Иә, дәл алдыңғы есепке ұқсас, бірақ та ескеретін бір жайт бар. Болсын, модульдің ішінен ешқашанда теріс сан шықпайды. Ендеше келесі есеп модульдің ішінде x плюс 3 тең 5. Есепте болсын, бүкіл теңдеуді ғана емес, тек модульді плюс минус деп ашамыз. Ендеше плюс x плюс 3 тең 5, екінші минуспен ашсақ, минус x плюс 3 тең 5. Бірінші теңдеуді шығарсақ, x плюс 3 тең 5, x тең 2. Екінші теңдеуді шығарсақ, минус x тең 5 минус 3, минус x тең 2, x тең минус 2. Енді осы теңдеудің жауабын теңдеудің бастапқы x-ның орнына қойып тексеріп көрейік. Модульдің ішінде 2 плюс 3 тең 5, 2 плюс 3 тең 5, 5 тең 5. Яғни бірінші жауап орындалып тұр. Енді минус 2-ні қояйық. Модульдің ішіне минус 2 плюс 3 тең 5, модульдің ішіне минус 2 ол 2 болып шығады. 2 плюс 3 тең 5, 5 тең 5. Келесі теңдеуімізде модульдің ішінде y плюс минус 2 тең 1. Бірінші модульді плюспен ашсақ, y минус 2 тең 1, y тең 1 плюс 2, y тең 3. Енді модулімізді минуспен ашайық. Минус y минус 2 тең 1, минус y тең 1 плюс 2, минус y тең 3, y тең минус 3. Енді теңдеуіміздің жауабын бастапқы теңдеуге қойып тексеріп көрейік. Модульдің ішінде 3 минус 2 тең 1, 3 минус 2 тең 1, 1 тең 1. Енді минус 3-ті қойсақ, модульдің ішінде минус 3 минус 2 тең 1, модульдан ол 3 болып шығады, 3 минус 2 тең 1, 1 тең 1. Келесі үшінші есепте модульдің ішінде x плюс 3 тең 9. Бірінші модульді плюспен ашсақ, 2x плюс 3 тең 9, 2x тең 9 азайту 3, 2x тең 6, x тең 6 бөлу 2, x тең 3. Енді модульді минуспен ашсақ, минус 2x плюс 3 тең 9, минус 2x тең 9 минус 3, минус 2x тең 6, 2x тең минус 6, x тең минус 3. Теңдеудің жауабын бастапқы теңдеуге қойып тексеріп көрейік. Модульдің ішінде 3 көбейту 2 плюс 3 тең 9. 3 көбейту 2 6, модульдан 6 болып шығады, 6 плюс 3 тең 9, 9 тең 9. Енді минус 3-ті қояйық. Модульдің ішінде 2 көбейту минус 3, модуль жабылған, плюс 3 тең 9. Енді бұл жерде бастапқыда айтылғанда жеке-жеке модульға аламыз. Модульдің ішінде 2 көбейтілген модульдің ішінде минус 3 плюс 3 тең 9. Там 2-ден 2 шығады, минус 3-тен 3 шығады. 2 көбейту 3 6, 6 плюс 3 тең 9, 9 тең 9. Төртінші есеп модульдің ішінде 5y минус 4 тең 6. Бірінші модульді плюспен ашайық. 5y минус 4 тең 6, 5y тең 6 плюс 4, 5y тең 10, y тең 2. Енді модульді минуспен ашсақ, минус 5y минус 4 тең 6, минус 5y тең 6 плюс 4, минус 5y тең 10, 5y тең минус 10, y тең минус 2. Енді осыларды бастапқы теңдеуге қойып есеп көрейік. 2-ні қойсақ, 5 көбейту 2 минус 4 тең 6, 10 минус 4 тең 6, 6 тең 6. Енді минус 2-ні қояйық. Модульдің ішінде 5 көбейту минус 2, минус 4 тең 6, модуль 10, модульдің ішінде минус 10, минус 4 тең 6, 10 тең 10. Бізде модульдің ішінде 2x плюс 14 тең 6. Бұл жерде байқағандарыңдар, модульдің ішінде бізде 2x плюс 14 тұрады. Бағанағыдай тек модульдің ішінде x тұрған жоқ. Бұл есепті де модульді жақша ретінде алып, плюс минус арқылы шығарамыз. Енді бірінші есеп шығарсақ, плюспен ашсақ, 2x плюс 14 тең 6, 2x плюс 14 тең 6, 2x тең 6 минус 14, 2x тең минус 8, x тең минус 4. Енді бірінші жақшамызды минуспен ашсақ, минус 2x плюс 14 тең 6. Енді минуспен ашсақ, минус 2x минус 14 тең 6, минус 2x тең 6 плюс 14, минус 2x тең 20, 2x тең минус 20, x тең минус 10. Енді осы мәндерді бастапқы теңдеуге қойып тексеріп көрейік. Бірінші минус 4-ті қойсақ, модульдің ішінде 2 көбейту минус 4 плюс 14 тең 6. Модульдің ішінде минус 8 плюс 14 тең 6, так, плюс 6 тең 6. 6 тең 6.
Келесі енді минус 10-ды қойсақ, модульдің ішінде 2 көбейту минус 10 плюс 14 тең 6, минус 20 плюс 14 тең 6, модульдің ішіне минус 6 тең 6, минус 6-тан 6 шығады, 6 тең 6. Келесі есеп бізде модульдің ішінде 9х минус 18 тең 27. Бұны да дәл жаңағыдай модульді жақша ретінде алып, плюс және минус ретінде ашамыз. Бірінші плюспен ашсақ, плюс 9х минус 18 тең 27. 9х минус 18 тең 27. 9х тең 27 плюс 18, 9х тең 45, х тең 5. Келесі енді минуспен ашсақ, минус жақшаның ішіне 9х минус 18 тең 27, минуспен ашсақ, минус 9х плюс 18 тең 27, минус 9х тең 27 минус 18, минус 9х тең 9, 9х тең минус 9, х тең минус 1. Енді осы жауаптарды бастапқы теңдеуге қойып тексерейік. Бірінші 5-ті қойсақ, модульдің ішінде 9 көбейту 5 минус 18 тең 27. Модульдің ішінде 45 минус 18 тең 27. 27 тең 27. Енді минус 1-ді қойсақ, 9 көбейту минус 1 азайту 18 тең 27. Модульдің ішінде минус 9 минус 18 тең 27. Модульдің ішінде минус 27 тең 27, минус 27 тең 27, 27 тең 27. Келесі үшінші есеп, модульдің ішінде 8х плюс 12 тең 20. Бұл есепті модуль жақша ретінде алып, плюс минус арқылы ашамыз. Бірінші плюспен ашсақ, плюс 8х плюс 12 тең 20, 8х плюс 12 тең 20, 8х тең 20 азайту 12, 8х тең 8, х тең 1. Енді минуспен ашсақ, минус жақшаның ішінде 8х плюс 12 тең 20. Минуспен жақшаны ашсақ, минус 8х минус 12 тең 20. Минус 8х тең 20 плюс 12, минус 8х тең 32, 8х тең минус 32, х тең минус 4. Енді осы мәндерді бастапқы теңдеуге қойып тексерейік. Бірінші 1-ді қойсақ, 8 көбейту 1 плюс 12 модульдің ішінде тең 20, 8 көбейту 12 тең 20, 20 тең 20. Енді минус 4-ті қояйық, модульдің ішінде 8 көбейту минус 4 плюс 20, плюс 12 тең 20. Модульдің ішінде минус 32 плюс 12 тең 20. Минус 20 модульдің ішінде тең 20. Минус 20-дан 20 шығады, 20 тең 20. Келесі төртінші есеп, модульдің ішінде 15х минус 10 тең 5. Бұны да дәл жаңағыдай минуспен және плюспен ашамыз. Плюспен ашсақ, 15х минус 10 тең 5. Плюспен жақшаны ашсақ, 15х минус 10 тең 5. 15х тең 5 қосу 10, 15х тең 15, х тең 1. Енді жақшаны минуспен ашайық. Минус жақшаның ішінде 15х минус 10 тең 5. Минуспен жақшаны ашсақ, минус 15х плюс 10 тең 5. Минус 15х тең 5 минус 10. Минус 15х тең минус 5. Минус 15х тең 5. Х тең 5 бөлу 15. 5-ке қысқартсақ болады екен, 5-ті 5-ке бөлсек 1, 15-ті 5-ке бөлсек 3, сонда 3-тен 1. Енді осы жауаптарды бастапқы теңдеуге қойып тексеріп көрейік. Бірінші 1-ді қойсақ, модульдің ішінде 15 көбейту 1 азайту 10 тең 5. Модульдің ішінде 15 азайту 10 тең 5. 5 тең 5. Енді 3-тен 1-ді қойсақ, модульдің ішінде 15 көбейту 3-тен 1 азайту 10 тең 5. 15 бөлу 3 азайту 10 тең 5. 15-ті 3-ке бөлсек 5, модульдің ішінде 5 азайту 10 тең 5, минус 5 модульдің ішінде тең 5, 5 тең 5. Келесі бізде бір есепте бірнеше модульдер берілсе, қалай шығарамыз? Бірінші х барларды теңдіктің бірінші жағына жинап аламыз. 9 модуль х азайту 2 модуль х азайту 5 модуль х тең 8. Енді модуль х-ті жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Модуль х тең 9 азайту 2 азайту 5 тең 8. Енді жақшаның ішінен бізде 2 шығады. Модуль х көбейту 2 тең 8. Модуль х тең 8 бөлу 2, модуль х тең 4. Енді біз модуль х тең 4 дегенде шығара аламыз. Бірінші х плюспен ашсақ, х тең 4, минуспен ашсақ, минус х тең 4, х тең минус 4. Енді осы 4-ті бастапқы теңдеуге қойып тексеріп көрейік. 9 көбейту модульдің ішінде 4, азайту 2 көбейту модульдің ішінде 4, азайту 8 тең 5 көбейту модульдің ішінде 4. Модуль 4-тен 4 шығады. 9 көбейту 4, минус 2 көбейту 4, азайту 8 тең 5 көбейту 4. 9 4 36, 8 2 көбейту 4 8, минус 8 және минус 8 тең 20, минус 8 минус 8 минус 16, 36 минус 16 тең 20, 20 тең 20.
Келесі есеп бізде 7 модуль x азайту 2 көбейту модуль x тең 3 модуль x плюс 12. Бұл жерде де дәл солай бірінші x-ары барды бірінші жаққа жинаймыз. 7 модуль x азайту 2 модуль x азайту 3 модуль x тең 12. Енді модуль x жақшаның сыртына шығарсақ, 7 минус 2 минус 3 тең 12. Так, жақшаның ішінде бізде 2 шығады. 2 көбейту модуль x тең 12. Модуль x тең 12 бөлік 2. Модуль x тең 6. Модуль x-ті қалай шығару екенін білеміз. Плюспен ашсақ, x тең 6. Минуспен ашсақ, минус x тең 6. X тең минус 6. Енді осы мәндерді басқа теңдеуге қойып тексеру керек. 7 көбейту модуль ішінде 6 азайту 2 көбейту модуль ішінде 6 тең 3 көбейту модуль ішінде 6 қосу 12. 7 модуль 6-дан 6 шығады. 7 көбейту 6 азайту 2 көбейту 6 тең 3 көбейту 6 плюс 12. 42 азайту 12 тең 18 қосу 12. 42-ден 12-ні азайтсақ 30, 30 тең 30. Келесі бізде үшінші есеп. Бұл есепте дәл жаңағыдай бірінші модуль x барларды теңдіктің бірінші жағына жинайық. Сонда бізде 2 модуль x қосу 3 модуль x азайту модуль x қосу 7 модуль x тең 15 қосу 18. Енді модуль x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде 2 қосу 3 азайту 1 плюс 7 қалады. Тең 33. Модуль x тең жақшаның ішінде 11 шығады. Тең 33. Модуль x тең 33 бөлі 11. Модуль x тең 3. Так, плюспен ашсақ бізде x тең 3. Минуспен ашсақ минус x тең 3. X тең минус 3. Осы жауаптың кетілген біреуін басқа қойып тексеріп көрейік. Минус 3-ті тексеріп көрсек, 2 көбейту модульдің ішінде минус 3 қосу 3 көбейту модульдің ішінде минус 3 азайту 18 тең модуль 3 азайту 7 көбейту модуль 3 қосу 15. Сонда модуль 3-тен бізде 3 шығады. 2 көбейту 3 қосу 3 көбейту 3 азайту 18 тең 3 азайту 7 көбейту 3 қосу 15. 6 қосу 9 азайту 18 тең 3 азайту 21 қосу 15. 6 азайту 9 3 азайту 21 қосу 15. 6 азайту 9 минус 3 тең 3 азайту 6 минус 3 тең минус 3. Келесі төртінші есеп. Бұл есепте дәл жаңағыдай есеп. Бірінші модуль x-тары бар жақтарды теңдіктің бірінші жағына жинайық. Сонда бізде 4 модуль x қосу 5 модуль x азайту 2 модуль x тең 11 қосу 3. Модуль x жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 4 қосу 5 азайту 2 тең 14. Модуль x көбейту 7 тең 14. Модуль x тең 14 бөлу 7. Модуль x тең 2. Енді плюс минуспен ашсақ, x тең 2. Так, минус x тең 2. X тең минус 2. Енді осы мәннің кез келген біреуін басқа теңдеуге қойып тексеріп көрейік. Минус 2-ні қойсақ 4 көбейту модульдің ішінде минус 2 қосу 5 көбейту модульдің ішінде минус 2 азайту 3 тең 2 көбейту модульдің ішінде 2 қосу 11. 4 көбейту минус 2-ден 2 шығады. 4 көбейту 2 қосу 5 көбейту 2 азайту 3 тең 2 көбейту 2 қосу 11. Сонда бізде 8 қосу 10 азайту 3 тең 4 қосу 11. Так, 10-нан 3 азайтсақ 7, 8 15 тең 15. Есептер түсінікті болса, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.